Армысыздар, қымбатты көрермен, Өркен медиа арнасында жаңалықтар, студияда мен Рауан Ерболатқызы. Апта басына келіп түскен ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Әуел аңдатпаға кезек берсек. Абайсыздық салдары. Балқаштың орталық көшесіндегі балалар ойын алаңы өртеніп кетті. Осы іс бойынша материал Балқаш қаласының полиция бөліміне жіберілді. Жаңа нысан. Балқашта 40 орынды жаңа жекеменшік Алтынсақа балабақшасы ашылды. Топтарға уже жаңа оқыту бағдарламаларын үйретеміз, жаңағы мемлекеттік стандарттарға сәйкес өздерінің жоспарларымен жұмыс істейміз. Иммундау басталды. Қала бойынша 20 мен 29 жастағы азаматтар қызылша мен қызамыққа қарсы қосымша вакцина алады. Иммундау арқылы біз болашақ аналар мен олардың сәбилерінің сау болып өсуіне ықпал етеміз. Балқашта тапа-тал түсте балалар ойын алаңы өртке оранды. Оқиға сенбі күні Тампиев көшесіндегі 5-ші үйдің ауласында түскі 3-тер шамасында болды. Тұтанған от пластиктен жасалған ойын кешенін әп-сәтте қызыл жалынға ораған. Оны көрген жақын маңдағы тұрғындар бірден өрт сөндірушілерге хабар береді. Алайда мамандар жеткенше тілсіз жау күшейе түскен. Жалын 3 минутта өшірілді. Жалпы аумағы 10 шаршы метр жер өртенген. Зардап шеккендер жоқ. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығуына отты пайдаланудағы абайсыздық себеп болған. Бұл істі әрі қарай полиция қызметкерлері тексереді. Егер қасақана өрт қою фактісі анықталса, онда кінәлі келтірілген шығынды өтейді. Задействованные силы средств. Өртті сөндіруге бір техника мен жеке құрамының 5 адамы жұмылдырылды. Қызыл жалынның шығу себебі анықталу үстінде. Осы іс бойынша материал Балқаш қаласының полиция бөліміне жіберілді. Балқаштың орталық көшелеріне лас су жайылды. Ленин мен Уәлиханов көшелерінің қиылысындағы кәріз құдығы бітеліп, одан аққан су Желтоқсан көшесіне дейін жетті. Таңертеңнен бері Балқаш су мекемесінің жұмыскерлері Ленин көшесінің қақ ортасындағы құдықты тазартып әлек. Кәріз жүйесі бітеліп, одан жоғары көтерілген кір сұйықтық жолға жайылуда. Тіпті Молдағұловадан әрі өтіп, Желтоқсанға дейін жеткен. Жауапты мамандар құбырдың бітелуіне тұрғындарды кінәлап отыр. Тазалау кезінде тамақ қалдықтарынан бастап тұрмыстық заттарға дейін шыққан. Апатты жоюға біршама уақыт кетті. Таңғы 8-ден бастап аққан кәріз суы тек түскі 2-де тоқтатылды. Бұл бітелгенде мына линия 35, мына линияның бәрі келеді. Уәлиханова былай. Сол анау жителдер трапка тастайды. Неден, унитаздан. Анау-мынауды төгет, сонымен тұруға бітеліп қалады. Міне азаннан 8-ден бері ұрып жатырмыз, әлі кетпейді. Балқашта жекеменшік әріптестік аясында Алтынсақа атты жаңа балабақша ашылды. 40 бүлдіршінге арналған нысан Сәбитова мөлтек ауданында орналасқан. Білім ордасы қанша қызметкерді жұмыспен қамтыды, қанша топтан тұрады. Осы және өзге де сауалдардың жауабын ашылу салтанатына қатысып қайтқан арна тілшісі тарқатсын. 37 жастағы қала тұрғыны Әсел Мақаева үшін бүгін ерекше күн. Себебі көптен күткен балабақша кезегі келді. Енді кенже қызы Зарина өзге балалармен бірге тәрбиемен қатар білім алады. Сегодня у нас балабақшаға кезекке 2 жыл бұрын тұрғанбыз. Жақында Индиго сайтына кіріп, осы балабақшаны көзім шалды. Бірден қызымды тіркедім. Бүгін келіп, дұрыс таңдау жасағаныма қуанып тұрмын. Алтынсақа бұрынғы Золотая рыбка балабақшасының орнына ашылған. Бөбекжай 40 бүлдіршінге арналған. Қазіргі таңда 2 топқа 2 мен 5 жас аралығындағы 20 бала қабылданды. Ғимарат бір қабаттан тұрады. Мұнда 2 жатын, 2 ойын бөлмесі, медициналық кабинет және асхана да бар. Бағдарламалар әртүрлі. Жаңағы үлкен топтарға уже жаңа оқыту бағдарламаларын үйретеміз, жаңағы мемлекеттік стандарттарға сәйкес өздерінің жоспарларымен жұмыс істейміз. Біздің балабақшада қазіргі таңда 2 тәрбиеші, 1 көмекші және жаңа аспазшы, одан кейін медициналық көмек көрсететін жұмысшымыз бар. Алтынсақа бөбекжайы жекеменшік әріптестік аясында ашылып отыр. Балабақша құны айына 38 мың теңгені құрайды. Оның 27 мыңын мемлекет төлесе, қалған қаржыны ата-ана қалтасынан шығарады. Мәселен, баласы үлкен топта болса 10.500 теңге, кіші топқа барса 8.500 теңге төлейді. Ал жолдама Индиго сайты арқылы беріледі. Аруна Ғани, Аблай Боранбай, Өркен медиа. Балқашта қала әкімінің грантын иеленген тағы бір жас өз кәсібін ашты. Миллион теңге ұтып алған Айгерім Омар енді сұлулық студиясының иесі. Ол 24 жасында бизнеске қадам басты. Ал мұндай жетістікке қалай қол жеткізді? Оны сұлулық студиясының ашылуында болып, Айгерімді құттықтап қайтқан тілші материалында.
Әйгерім Омар үшін бүгін Ақтүйенің қарны жарылған күн. Ол сұлулық студиясын ашу үшін қала әкімінің гранты байқауына қатысты. Бизнес жоспар жасап, мамыр айында комиссия алдында сәтті қорғап шықты. Мы вместе с сестрой решили открыть. Біз әпкеміз екеуміз косметологиялық кабинет ашуды бұрыннан армандаған едік. Содан байқау туралы естіп, өз бағымды сынап көрдім. Ұтып алған 1 миллион теңгеге тек керекті аппараттарды сатып алдық. Қосымша тағы 1 миллион қосып, осы ғимаратқа жөндеу жұмысын жүргіздік. Сұлулық студиясында шаш қию, макияж және маникюр жасаудан өзге косметологиялық қызмет түрі де көрсетіледі. Қажетті аппараттар мен жабдықтар Украинадан арнайы тапсырыспен алынған. Бетті тазарту, тегістеу және жасарту жұмыстарын арнайы білімі бар косметолог дәрігер атқарады. Оборудование у нас. Біздегі аппараттар еуропалық стандартқа сай, соңғы үлгіде шыққан жабдықтар. Олардың көмегімен беттің күтіміне қатысты түрлі шараларды жүргізуге болады. Функциялары өте көп. Биыл жастар арасында кәсіпкерлікті қолдау мақсатында қала әкімінің гранты байқауы жарияланып, ол үшін бюджеттен 7 миллион теңге бөлінді. Байқауға 20-ға жуық өтініш келіп түскен. Нәтижесінде 4 адам өз бизнесін бастауға мүмкіндік алды. Оларға әртүрлі сомада 3 миллион теңге берілді. Ал қалған 4 миллион теңге кімдерге бұйырады? Ол ертең өтетін комиссия отырысында анықталады. Гүлшат Байтөкешова, Руслан Сепен, Өркен Медиа. Балқашта қызылша мен қызамыққа қарсы қосымша иммундау басталды. Екпе 20 мен 29 жас аралығындағы қала тұрғындарына егіледі. Аурудың жиілеп кетуіне байланысты республика бойынша вакцина егу қолға алынды. Балқаштың өзінде жыл басынан бері 1 жастағы және жасқа толмаған 4 бала қызылшамен ауырды деген күдікпен ауруханаға түскен. Олардың екеуі вакцина қабылдамаған болып шықты. Зертханалық тексерістен кейін 2 диагноз расталмады. Бүгінде қала бойынша 20 мен 29 жастағы азаматтарды қызылша мен қызамыққа қарсы қосымша иммундау жүргізілуде. Тізімде 10 мыңнан астам қала тұрғыны бар. Ол үшін қалаға Үндістанда шығарылған арнайы препарат жеткізілді. Қалаған жағдайда 18, 19 және 29 жастан асқан қала тұрғындарына вакцина тегін салынады. Ол үшін жергілікті дәрігермен кеңесу қажет. Связана эта компания. Елімізде өткен жылдан бері қызылша ауруына қатысты бірнеше факт тіркелді. Сондықтан республика бойынша осы науқан басталды. Иммундау арқылы біз болашақ аналар мен олардың сәбилерінің сау болып өсуіне ықпал етеміз. Балқаштық жас балуандар облысқа жолдама алу үшін Бозгілемге шықты. Қалада қазақ күресінен жас барыс турнирі өтті. Спорттық додада 14 пен 20 жас аралығындағы 90-ға жуық спортшы бақ сынады. Ал кімдердің бағы жанды, кімдердің жолы болмады, оны келесі сюжеттен көрейік. 14 жастағы Ернат Қажымұратұлы үшін бұл турнир екінші жарысы. Ол 38 келі салмақта бағын сынайды. Алғашқы сайысында жүлдеге ілінбеген, ал бүгін барын салып намысқа тырысуға қажет. Мен Елдос Сметов ағамызға еттім. Себебі ол кісі бала күннен қатысқан, әлі күнге шейін қатысып жүр. Ол кісі талай рет әлем чемпионы болды, олимпиада чемпионы болды. Мен де сол сияқты әлем чемпионы болғым келеді. Жас барыс қалалық іріктеу турниріне қаламыздың спорт кешендерінен 90-ға жуық балуан қатысты. 14-тен 20 жасқа дейінгі спортшылар жас ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөлініп 15 салмақ бойынша сынға түсті. Біздің мақсатымыз қазақ күресін дамыту. Балқаштан мықты балуандар шыққан, енді соның жалғасын тапса дейміз. 3 жас аралығында болып жатыр. 2004-2005 жылғылардан басталады. 38-ден плюс 63 келіден 2002-2004 олар 46-дан басталады. 46-дан 73 келіге дейін 73-ден асқан. Сон 99-2001-лер 51 келден 100 келден асқанға дейін болатын жарыс бұл. Жас барыс қалалық іріктеу турнирінің қорытындысы бойынша әр салмақтан бірінші орын алған 15 балуан облыстық турнирге жолдама алды. Ал 2 күнге созылатын облыстық дода 10 қазан күні Қарағанды қаласында өтеді. Айдана Несіпбай, Серік Кесебаев, Өркен Медиа. Балқаштық металлург балқаштықтарды жеңісімен қуантты. Сенбі күні жергілікті футболшылар Шахтинсктің Горняк командасын қабылдап 4-1 есебімен жеңіске жетті. Балқаштық футболшылар әуесқой командалар арасындағы облыстық турнирдің кезекті кездесуін Горняк командасына қарсы өткізді. Матч Мышылар стадионында өтті. Жергілікті футболшылар алғаш болып 22 минутта есеп ашты. Гол авторы Елмир Махмадов. Алайда бірінші таймның соңында қарсыластар пенальти арқылы жауап қайтарып есепті теңестірді. Десе де екінші таймда біздің аяқтопшылар қонақтар қақпасына қатарынан 3 гол соқты. Осылайша ойын 4-1 есебімен металлургтың пайдасына шешілді. Енді кезекті ойын сыртта өтеді. Балқаштық футболшылар Теміртаудың
Асан командасымен және Қарағандының Шахтер футбол орталығымен кездеседі. Ойын 4-1 болғанымен бізге өте ауыр тиді. Ауа райы да күн өте ыстық болып, балаларға көп алғысымызды айтамыз. Осындай ауа райға қарамай бәрі күштерін салып, осындай нәтижеге жеткендеріне. Егер осы екі ойын барысында жеңіске жетсек, онда осы біріншіліктің екінші орынды сақтап қаламыз деген ойымыз бар. Апта басына келіп түскен ақпараттар осындай. Ертең эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.